Достар, бүгін біз сіздермен оптика бөліміне байланысты бір тәжірибе жасайтын боламыз. Міндетті түрде біздің каналға тіркеліп, лайк, комментарий, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Кеттік, бастаймыз. Жалпы бүгінгі тәжірибеміз, яғни сфералық айналарға байланысты болады. Сфералық айналарымыз екіге бөлінеді. Біріншісі ойыс, екіншісі дөңес. Демек, біз оны қарапайым күнделікті өмірімізден бір мысал келтірейік. Қарапайым осындай бір чайный ложканы аламыз. Қараңыздар, мен чайный ложка немесе үлкен қасық, ол не жоқ. Осы жерде ол қасықтың ішкі бөлігі ойыс, сыртқы бөлігі дөңес болып табылады. Демек, енді қараңыздар, ойыс деп айтайықшы, ойыс айнадағы кескін қалай болады? Ойыс айнадағы кескініміз бүйтіп, барлықтарыңыз үйде қасықты алып, ішінен қарайтын болсаңыздар, сіздің кескініңіз төңкерілген, кішірейтілген немесе үлкейтілген болуы мүмкін. Және бұл бейнені біз шын деп қарастырамыз. Ал екіншісі, бұл дөңес, міне қараңыздар, дөңес деп айтамыз, ол екінші артқы бөлігі болып табылады. Дөңес, яғни дөңесте бізде әрқашан кескініміз тура, жалған және де кішірейтілген болып келеді. Енді қараңыздар, біз осыған түсіндірме жасаймыз. Неге олай дейтін болсақ, жалған немесе шын дегеннің мағынасы неде дейтін болсақ, жалған дегеніміз бұл оң мен терісті ғана не істейді, ауыстырады деген мағына келеді. Яғни сіздермен бүгін ойыс және дөңес айналарды күнделікті өмірмен бір мысал келтірдік. Дәл осындай ақпараттарды үйренгіңіз келсе, біздің оптика және атом физика кітабын алуға кеңес береміз. Сіздер үшін пайдалы боларына толыққанды сеніммен айта аламыз. Жақсы достар, келесі видеода жолыққанша.